Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз сізбен бірге ағылшын тілін үйрену барысындағы сіздің бір жыл уақытыңызды үнемдейтін топ 5 лайфхактармен бөлісетін боламын. Сондықтан арнаға тіркеліп, міндетті түрде колокольчик батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта шығатын пайдалы видеоларды бірінші болып көретін боласыз. So let's start. Жалпы бүгінгі видеода не болады? Бүгінгі видео сіздерге ағылшын тілін үйрену барысындағы бір жылыңызды үнемдеуге арналған сізге топ 5 лайфхактермен бөлісетін боламын. Және бұл лайфхактар шынымен әсер еткен менің кейбір оқушыларыма. Сонымен қатар бұл лайфхактарды регулярно болады ғой, күнделікті қайталап, соның барлығын осы ағылшын тілін үйрену барысында ұстанған жандардың барлығында практикам бойынша ағылшын тілі өте жоғары деңгейге жеткен. Және бұл сіздің бір жыл уақытыңызды, кем дегенде бір жыл уақытыңызды міндетті түрде үнемдейді. Өйткені бір жылда жасайтын іс-әрекетіңізді сіз осы бір аптада жасап тастайтын боласыз. So, let's start. Ең алдымен сіз ағылшын тілін не үшін үйрену керектігіңізді түсініңіз. Не үшін үйрену керексіз? Сұрайсыз өзіңізден. Сен не үшін ағылшын тілін үйрену керексің? Саған не үшін керек? Сен оны қызығасың ба? Оны жақсы көресің бе? Сол сияқты өзіңізден сұраңыз. Мысалы, мен ағылшын тілін үйренгім келеді, себебі шетелге шыққанда еркін сөйлеу үшін. Мен ағылшын тілін үйренгім келеді, өйткені мен оны жақсы көремін. Өйткені мен ағылшынша сөйлеген кезде демаламын. Осындай себептер болады, кейбір адамдарда. Мысалы, менде осы себептер. Мен ағылшын тілін сөйлесем, демаламын ағылшын тілінде. Ағылшын тілін үйренсем, шетелге шыққанда IELTS қандай да бір международный бір нелер болады ғой, тесттер. IELTS тесттері сияқты, немесе одан да басқа SAT, SAT, TOEFL, сол сияқты тесттер үшін дайындаламын дейтін болсаңыз, жалпы ағылшын тілін үйрену барысында өзіңіздің нақты миссияңызды білсеңіз, сіз ағылшын тілін үйрену жолыңыз өте жеңіл болады. Өйткені ол ағылшын тілі сіздің өміріңізде как будто бір спорт сияқты емес та, кез келген уақытта алып жүре салатын ағылшын тілі ол сіздің өміріңізде инструмент болып табылады. Сіздің өміріңіздің бір бөлшегі. Мысалы, қазақ тілін сіздің өміріңізде бір бөлшегі ғой, қазақ тілі, орыс тілі немесе, сіз оны күнде қолданасыз, онымен күнде сөйлесесіз. Ағылшын тілі де сондай болу керек. Ағылшын тілі де сіздің өміріңіздің бір бөлшегі болуы керек. Бұл бізде бірінші лайфхактың бірі. Яғни, өз ағылшын тілін үйрену барысында өз миссияңызды міндетті түрде біліңіз. Алды жоғы білмейсіз, итегесін танымай, әйтеуір бір нәрсені үйреніп жүрген адам сияқты болмаңыз. Ол сізге кері әсерін тигізеді. Екінші лайфхак ол бізде ағылшын тілін үйрену барысында никогда план жасамаңыз. Мысалы, қараңыз, дүйсенбі күні 30 минут, сейсенбі күні 20 минут, среда күні 1,5 сағат, одан кейін четверг күні 1 сағат, солай, немесе аптасына 3 рет, четверг күні, аптасына 3 рет, понедельник 1 сағат, среда күні 1,5 сағат, пятница күні 2 сағат. Жоқ, олай мүлдем жасамаңыз. Өйткені ағылшын тілін жаңа айта кеткендей, мен сізге айттым, ағылшын тілі сіздің өміріңізде спорт емес. Ол қандай бір спорттың түрі болып табылмайды. Сіз мысалы спортқа баратын кезде, например, фитнес-залға баратын кезде арнайы уақытпен барасыз ғой, дұрыс па? Өйткені одан басқа сізге спортқа бөлетін уақытыңыз болмайды. Ағылшын тілі сіздің өміріңізде везде всегда болу керек. Везде и всегда. Ол қалай? Ағылшын тілі сіздің жалпы өміріңізде жүру керек қой, сізбен жаныңызда. Никогда план обучения, яғни оқу барысында план жасамаңыз. Мүлдем болмайды. Ол негізі керісінше сізді тартады артқа қарай. Например, дүйсенбі күні сіздің уақытыңыз боста, но все равно ағылшын тілін үйренбейсіз. Өйткені вторник күні соған уақыт бөліп қойғансыз деген сияқты жаман іс-әрекеттер болып қалады. Ал ондай ағылшын тілін үйрену барысында адамдарды артқа қарай тартады. Оның орнына ағылшын тілін сіздің өміріңіздегі инструмент ретінде қарастырыңыз. Барлық жерде, везде и всегда. Барлық жерде ағылшын тілін қолдануға тырысыңыз. Мысалы, жай ғана мысал келтіретін болсақ, бір телефон шыққап жатырсыз да, и внезапно бір видео шыққалады, бір ағылшын тілін жайында, немесе бір внезапно подкаст шыққалады, ағылшын тілін, ағылшынша, әйтеуір ағылшын тілінде болу керек та. Сол бір нәрселер шыққалады, соны көресіз. Оны көрген кезде сіз миыңызға қабылданады,
және ол сіздің миыңызда міндетті түрде қалады. Ойламаңыздар, бір көрген нәрсе ол біздің мида сақталмайды деп. Жоқ, ми бізден ақылдырақ. Ми бәрін есте сақтап қалады. Жай ғана оны жақсы жолмен қабылдау керек. Я білем, түсінемін, үйренгім келеді деп қабылдайтын болсаңыз, ол міндетті түрде миыңызда қалады. Мен сізге 100% гарантия беремін. Жай ғана ағылшын тілін өміріңізде инструмент ретінде қолданып, барлық жерде ағылшын тілін үйренуге тырысыңыз, және барлық жерде ағылшын тілінде сөйлеуге тырысыңыз. Хотя сіздің ағылшын тілін деңгейіңіз төмен болсын, хотя сіз сөздерді білмейсіз, хотя сіздің акцентіңіз бар болсын, бірақ сіз ағылшын тілінде сөйлеңіз. Кез келген зат төбеден салбырап түспейді. Мысалы, мен де ағылшын тілін біліп туылған жоқпын, мен де ағылшын тілін аспаннан салбырап біліп шыққан жоқпын. Ағылшын тілін үйрену жолымен 7,5 жыл бойы акцентіммен де практика жасадым, басқа жолмен де практика жасадым. Әйтеуір нәтижесіне жеттім. Міндетті түрде нәтиже болады. Жай ғана іс-әрекетті бастаңыз. Жүрмеңіз былай, мен ағылшын тілін сөйлей алмаймын, сол үшін сөйлемеймін. Сөйлей алмайтын болсаңыз, қалай сөйлейсіз сіз? Олай дұрыс емес. Сөйлей алмайтын нәрсеңізді, наоборот, плюсқа айналдырыңыз, сөйлеуге айналдырыңыз. Например, көп, мысалы, бір ортада кездесесіз, оның барлығы ағылшынша біледі, сіз ғана білмейсіз. Значит, солардың жанында әйтеуір бит-бит ілініп жүріп ағылшын тілін үйреніп алыңыз. Бәрінде сондай. Ол сізде ғана емес, ол барлығында. Тіпті менде де сондай болған. Мен де ағылшын тілін білмегенмін. Мен де, мысалы, менен жоғары білетіндердің ортасынан барсам, мен ондай нәрсе болады ғой енді. Мен енді ең үстіне бәрінен мықты бір ғалымдардан мықты біліп кеткен жоқпын ғой. Мен де өзімнен жоғары адамдардың жанына барсам, олардан үйренуге тырысам. Олардың жанында әйтеуір ілініп жүріп сөйлеп кетуге тырысам. Сондықтан ағылшын тілін барлық жерде және әрдайым өзіңізбен бірге ала жүріңіз. Сонда ғана ағылшын тілін үйрене алатын боласыз. Түсінікті ғой. Келесі лайфхак ол бізде кино және видеоларда ағылшын тілінде көру. Көбісі айтады, осылай киноны көріңіз ағылшынша, видеоны көріңіз ағылшынша, бірақ саданда бір болады ғой, ана оқушыларды көргем дүйсенбі күні 20 минутын алып қояды да, тек осы видео подкастты көремін деп. Жоқ, олай дұрыс емес. Олай уже дұрыс емес. Сіз өйткені сол 20 минутыңыз ғана ағылшын тіліне арнайсыз да, қалған минутыңыз уже ағылшын тіліне байланысы болмайды. Олай дұрыс емес. Сіз кез келген уақытта ағылшын тілінде видео көру керексіз. Немесе фотолар, подкасттар сияқты. Сіз былай жасаңыз. Бір фильмді алып қойыңыз, және ол фильмді күнде, мысалы сериал алып қоятын болсаңыз, мысалы қазақ тілінде, орыс тілінде бір сериалдар көретін болсаңыз, үзбей көресіз ғой. Дәл сол сияқты ағылшын тілінде Friends деген сериал бар, негізі ағылшын тілін үйренуге өте жақсы. Сол сериалды алып қойыңыз да, күнделікті көріп жүріңіз. Одан басқа шортс видеолар, мысалы YouTube'дан шортс видеоны міндетті түрде көреді кез келген адам. Тіпті ол сіз мүлдем уақытың жоқ болсын десеңіз де, YouTube'қа кіргенде случайно қолыңыз басып кетсе, ол случайно кіріп кетеді, сіз ішіне кіріп кетесіз, ол адам ұстап қалады. Ол адамның миын баурап ұстап қалуға арналған ең күшті методтардың бірі шортс. Миыңызды улап алады да. А енді шортс видеолар TikTok'та да бар, YouTube'та да бар. Негізі қазір қаптап кетті ғой. Сондай шортс видеоларды ағылшын тілінде көріңіз. Просто так, мысалы, сіз не іздейсіз, сол сіздің рекомендацияңызға шығады. Айтпаңыз маған былай, мен рекомендациямнан ағылшынша видеолар шықпайды, мен рекомендациямнан подкасттар шықпайды ағылшынша. Сіз не іздейсіз, рекомендацияңызға сол шығады. Мысалы, мен мұғаліммін да, мұғалімге арналған заттар іздесем, алдына какой-то бір ойындар, Майнкрафт, сол сияқты заттар шықпайтын шығар. Сіз не іздейсіз, сол шығады алдыңыздан. Ағылшын тілінде видеоларды басында іздеп көріңіз. Одан кейін уже шорт видеоларын жаймен тек ағылшын тілінде болатын болады. Солардың барлығын қарап шығыңыз. Міндетті түрде қарап шығыңыз. Кемі дегенде 20 минут. Міндетті түрде қарап шығыңыз. Одан кейін ана бір иностранец бар еді, типа заттарды no, yes деп осай көрсететін. Ол да ағылшын тілінде сөйлейді. Оның да ағылшын тілінде сөйлейтін лайфхактары бар да. Оны да көріңіздер. Негізі көрдіңіздер ғой, до этого түсінбесеңіздер де тренд болған кезде. Просто тренд болмай қалса, көрмей қаласыздар да. Тренд болмаса да, ағылшын тілінде көріңіздер. Міндетті түрде аптасына сериал көруді ұсынамын, және фильм көретін болсаңыздар, кемі 5 фильм. Кемі аптасынан 5 фильм. Сіз міндетті түрде телефонда артығынан, TikTok'та, YouTube'да артығынан 2 сағат отырасыз. Сол 2 сағат
қандай да бір басқа нәрселермен айналысқанша өтініш фильм көріңізші ағылшын тілінде. Ол сіз 100%, 100% гарантия ағылшын тілін үйренуге көмектеседі. Даже сіз оны түсінбесеңіз де, даже сіз оны мүлдем түсініп аудара алмасаңыз, әйтеуір көре беріңіз. Мен солай көргенмін. Мен иностранецтермен оқыған кезде солай көргенмін. Барлығы фильм қосып қояды, барлығы бір-бірін түсінеді, ол жақты түсінеді, фильмде не болып жатқан, бір-біріне күліп айтып беріп отырады. Мен түк түсінбей болса қарап отырамын. Хотя бы қарап отырыңызшы, сіздің құлағыңыз үйренеді. Түсінікті ғой. Ал енді келесі 4-ші метод, ол бізде ағылшын тілінде видеоларды, яғни осы фильмдарды, подкасттарды, видеоларды талдау. Талдаудың екі түрі бар. Біреуі, сол фильмнің 10-20 минутын алып аласыз да, талдайсыз, каждый сөз, үтір, нүкте сөздейдің талдайсыз. Оны аударасыз, сол сөздерді жаттайсыз, сол сөздердің мағынасын түсінесіз, сосын оны өміріңізде қолданасыз. Ол бірінші талдау түрі. Екінші талдау түрі, ол фильмді басынан соңына дейін толық көріп шығасыз, аударып шығасыз. Осы екі талдау түрі бар. Міндетті түрде кеңес етемін. Фильмді талдамасаңыздар, түсінбей қаласыздар ғой. Көріп шығыңыздар міндетті түрде бастан аяғына дейін бір рет. Одан кейін талдап шығыңыздар. Талдаған өте дұрыс. 10-20 минутын талдаңыздар, жарайды. 10-20 минут маған көп дейтін болсаңыздар, 5 минутын бір 40 рет көріп талдаңызшы. Сіздің ағылшын тіліңіз осындай деңгейге барады. Осындай деңгейге. Өйткені сіз ол жақта фразаларды, ол жақта қолданатын сөздерді барлығын аударасыз, жаттайсыз, соны өміріңізде кездестіруге ұмтыласыз. Түсінікті ғой. Ендігі кезекте бізде соңғы лайфхак, 5-ші лайфхак, ол ағылшын тілінде сөздерді ерекше методикамен жаттау. Ол қалай жаттау? Көп мұғалімдер, көп курстарда мен байқаймын да, ағылшын тілінде бір сөз жаттайтын болса, оны тек жаттайды. Мысалы, to be honest, шынымды айтсам, жаттай береді да, бүйтеді ғой, ағылшын тілінде не деді? Сөз оқиды, қазақшасын оқиды, сөз оқиды, қазақшасын оқиды, солай жаттайды. Я, олай жаттаған дұрыс. Бірақ ол сөзді сөйтіп жаттап, переводын аударып, міндетті түрде жаттаңыз. Және ол сөзді тағы да бір кездестіретін жол іздеңіз. Мысалы, to be honest деген сөзді жаттадыңыз, және сол сөзді мағынасын түсіндіңіз. Және сол сөзді кездестіру үшін тағы іздеңіз. Ол сөз қалай кездестірсем болады? Ол сөз қай жерде жүреді? Сол жаттаған сөзіңізді, переводын аударған сөзді міндетті түрде кездестіру үшін ізденіңіз. Сонда сізде ағылшын тілі күшті болады прям. Мен сізге 100% гарантия беремін. Сол арқылы, мысалы, менің өзім 500-ден астам сөз жаттадым, бір айда. Оның барлығы негізі бүйтіп, мидан қарасақ, бір дурацкий лайфхактар сияқты, бірақ жоқ, шынында ағылшын тілін үйрену барысында көмектеседі. Осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Бүгінгі сабақта мен сіздерге ағылшын тілін үйрену барысындағы өздеріңіздің 1 минуттарыңызды қалай үнемдеуге болатындығымен бөлістім. Сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Міндетті түрде тіркеліп пікір бөліміне алдағы уақытта қандай сабақтарды көргіңіз келеді жаза кетіңіздер. Goodbye for everyone. Bye bye.